Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін кешкі асқа осындай өте дәмді болып шығатын мясо по-тайски деп аталатын тағам дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Бізге ең алдымен пияз, сиырдың немесе жылқының еті, болгар бұрышы, және сұйық май, соя соусы, лавр жапырағы, дәміне қарай тұз бұрыш және сарымсақ керек болады. Ең алдымен біз видеодағыдай етіп, етті әдемілеп турап алатын боламыз. Қатты үлкен қылып тураудың қажеті жоқ. Осылай жапырақ-жапырақ қылып турап аламыз. Содан соң пиязды тураймыз. Пиязды орташа пияз болса 2-3 бөлікке бөлеміз. Мен осылай пияздың ортасынан бір бөлдім да, осылай 4 бөлікке бөліп шықтым. Пиязымыздың барлығын осылай турап алғаннан соң, осылай жабысып қалған жерлердің барлығын ажыратып, бөлек-бөлек етіп қоямыз. Ендігі кезек болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышында кішкене ірілеу етіп турасаңыздар, тағамымызда әдемі көрінеді. Келесі кезек сарымсақты мейлінше майда етіп тураймыз. Міне етімізді, көкөністеріміздің барлығын турап алғаннан соң қазанымызға сұйық майды құйып, астын қатты отқа қойып, май қызғанша күтеміз. Май қызғаннан соң етімізді салып, жақсылап тұрып қызартып қуыратын боламыз. Міне осылай әдемілеп қуырылғаннан соң үстіне пиязды салып, оны да жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Осылай қуырып алғаннан соң дәміне қарай тұз, бұрыш, лавр жапырағын салып, жақсылап бір араластырып қуырып аламыз. Мен тұз салған жоқпын, өйткені етім тұздалған болатын. Енді үстіне шамамен 200 граммдай су құйып, жақсылап етіміздің астын жай қойып бұқтырып қоямыз. Шамамен 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді біз тағамымызға гарнир дайындайтын боламыз. Ол үшін су, жуып тазаланған күріш, сұйық май және тұз керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сұйық майды құямыз да, орташа отқа қоямыз да, күрішімізді салып, жақсылап бір-екі араластырып қуырып аламыз. Бірақ та қатты қызартып қуырып жібермеңіздер. Міне күрішімізді қуырып алдық. Енді үстіне 2 пиала қайнап тұрған ыстық суды құямыз да, дәміне қарай тұзды салып, жақсылап бір араластырып жібереміз де, астын баяу отқа қойып, қақпағын жауып, жарты сағат немесе 20 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. Міне осымен біздің гарнирге арналған күрішіміз дайын. Енді подливына келеміз. Подлив осылай әдемілеп қайнап жатыр. Бір араластырып жібереміз де, үстіне жаңағы турап алған болгар бұрышын саламыз. Оның үстіне сарымсақты салып, және соя соусын құямыз да, жақсылап барлығын бір араластырып аламыз. Араластырып алғаннан соң баяу отта тағы 5 минут ұстаймыз, және біздің подливіміз осымен дайын болып қалды. Енді тамағымызды тарелкеге салатын боламыз. Ол үшін гарнирді осылай әсемдеп пиаланың ішіне салып, осылай әдемілеп салсаңыздар болады, немесе қасына жай қойып қойсаңыздар да болады. Міне осымен біздің подливіміз дайын. Күріштің қасына подливті саламыз. Міне түсі де қанық болып, әдемі болып шыққан. Ресторандағыдай тамақты осылай үйде жасасаңыздар да болады.
Енді тағамызды одан сайын әдемілеу үшін үстіне әсемдік ретінде осылай ақ күнжітті сепсеңіздер, одан әрі әдемі болады. Міне тағамыз осымен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан. Барлығыңызға сәттілік.